Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін грек салатын дайындаймыз. Салатқа қосатын заттардың барлығы күнделікті қолданатын қарапайым заттар. Және де салатты жасауға көп уақыттарыңыз кетпейді. Тіркелмесеңіздер тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Арнамда көптеген видео рецепттері бар. Бүгін сіздерге ерекше жасалу түрін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен помидорымызды тураймыз. Салатымызды салатын тарелкамызды дайындап қойыңыздар. Соған бірден салып отырамыз. Немесе үлкенде ыдысқа салып араластырсаңыздар да болады. Мен бірінші тарелкаға салуды жөн көрдім. Себебі қияр помидордың араластырғанда көбіне су шығып кетеді. Дәл видеодағыдай турап аламыз. Болгар бұрышын тураймыз. Енді тарелкамызға орналастырамыз. Астына салат жапырағын салсаңыздар болады. Қиярымызды қоямыз. Ең алдымен қызанағымызды бірінші орналастырып алсаңыздар болады. Одан кейін қияр, болгар бұрышы. Енді салатымызға дәм беретін және де араластыру үшін лимон шырынына зәйтүн майын қосамыз. Үстінен қара бұрыш салып араластырып, салатымыздың бетіне құйып шығамыз. Бетіне сырымызды саламыз. Брынза қолдансаңыздар болады, және де фета сырын қолдансаңыздар болады. Салатымыздың үстіне жақсылап орналастырамыз. Үстіне оливке қосамыз. Ортасын бөлсеңіздер болады. Және орегано дәмдеу үшін бетіне аздап себеміз. Соңынан тұз себеміз. Дастарханға қоярда сепсеңіздер болады. Мінекей дайын. Тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар.